Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сәуірдің 9-ы. Балалар, белгісіз ақпарат әдісі арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын тауып көрейікші. Мына суреттерде не бейнеленген? Не көріп тұрсыздар? Иә, дұрыс айтасыздар балалар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ағаш сумен өседі. Сәуірдің 9-ы ағаш сумен өседі. Пишем дату и тему. Дәптерге жазамыз. Өте жақсы балалар. Сабақтың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну, сөздік қорды толықтыру. Балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Күрек, лопата, қазады, копает, ұстайды, держит, айнала, вокруг, отырғызу, сажать. Әрине, конечно. Енді балалар менімен бірге қайталаймыз. Күрек, қазады, ұстайды, айнала, отырғызу. Әрине. Жарайсыңдар балалар, дәптерді ашып, жаңа сөздерді жазамыз. Пишем новые слова. Балалар, бізге тыңдалым мәтіні берілген. Мен оқимын, сіздер тыңдайсыздар. Біздің мектеп үлкен. Мектебіміз 2 қабатты ғимарат. Мектеп айналасы тамаша. Әрине, жыл сайын мектеп айналасына ағаш отырғызамыз. Биыл шырша мен алма ағаштары отырғызылды. Барлық жұмыс әрине оқушының қатысуымен орындалады. Балалар ағаштарды суарып, айналаны тазартты. Оқушыларға мектеп ауласы ұнайды. Қайтадан оқимын. Біздің мектеп үлкен. Мектебіміз 2 қабатты ғимарат. Мектеп айналасы тамаша. Әрине, жыл сайын мектеп айналасына ағаш отырғызамыз. Биыл шырша мен алма ағаштары отырғызылды. Барлық жұмыс әрине оқушылардың қатысуымен орындалды. Балалар ағаштарды суарып, айналаны тазартты. Оқушыларға мектеп ауласы ұнайды. Мәтін түсінікті болса, деңгейлік тапсырмалар орындаймыз. Дәптерге жазамыз. А деңгейі. Бірінші сұрақ. Мәтін не туралы? Екінші сұрақ. Мектеп неше қабатты? Үшінші сұрақ. Мектеп айналасына не отырғызады? Төртінші сұрақ. Балалар не суарды? Бесінші сұрақ. Мектеп айналасын кімдер тазартты? Жарайсыңдар балалар, дұрыс жауап бердіңдер. Бұл 5 балмен бағаланады. Б деңгейі. Қазақ тіліне аударып жаз. Біздің школа үлкен. Ученикам мектеп ауласы ұнайды. Біз мектеп айналасына ағаш сажайым. Жазып болсақ, келесі тапсырмаға өтеміз. С деңгейі. Сөйлем құрастыр. Бірінші сөйлем. Мектебімнің тамаша айналасы менің. Екінші сөйлем. Әлібек отырғызады айналасына ағаш мектептің. Сөйлемдер шашылып қалған. Разбросанные слова. Сөйлемді дұрыс құрастыру керек. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Б деңгейіне 3 балл, С деңгейіне
2 балл. Барлығы 10 баллды құрайды. Үйге тапсырма. Видеороликте берілген тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp желісі арқылы немесе күнделік кезектен жібереміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.